Бүгінгі ролигімізде кезекті аспалы газ қазандығы. Бұл қазандығымыздың ақауы. Жалпы қазандықтың ақауы емес, бұл енді жылыту жүйесінің ақауы болып тұр. Байқап тұрсаңдар, жылыту жүйесіндегі судың қысымын көрсетіп тұратын манометрдің таяқшасы нөлге қарай бір 15-20 минутта нөлге қарай жақындап судың қысымы азайып кете береді. Бұның бірнеше себебі бар. Бірінші себеп осы котел себепті, қазандық себепті. Қазандықты тексердім. Бұда ешқандай тесік жоқ, су жіберіп тұрған жерлер жоқ. Кеңейткіш багы де істеп тұр, бәрі аман есен. Енді келесі мәселе, бұл жылыту жүйесінде бір жерінде тесік бар, суды жіберіп тұратын. Бұны соны іздеп табу керек. Бұл үйде жылыту жүйесі бәрі жылы еден екен. Сол жылы едендегі тесікті қалай табу керектігін қазір көрсетейін. Ол үшін біз сол жылы еденнің коллекторын тауып алып, сол коллекторіне барамыз дағаны. Коллектордегі кірісі мен шығысындағы барлық крандарды жауып шығамыз. Бәрін жабамыз дағыны, сонымен шетінен біртіндеп ашып тексереміз. Мына жерде 12 кран үстінде, астында, кірісінде, шығысында 12 краннан, соның ең шетінен оң жағынан бастайсыз ба, сол жағынан бастайсыз ба, бәрін жауып қойғаннан кейін тек бір кіріс пен бір шығысты ғана осылай ашып бақылаймыз. Судың қысымы түсе ме, түспей ме? Егер түсіп жатса, онда осы құбырда тесік бар деп осыны жабамызда, қалғандарын ашып қоямыз. Егер судың қысымы түспесе, келесі екіншісін ашамыз. Кірісі мен шығысын ашамыз. Бақылаймыз. Судың қысымы түспесе, шетінен осылай ашып, тексеріп кете береміз. Тапқанша. Өзі тесігі бар ашылған кезде, тесігі бар шланга ашылған кезде, тесігі бар шланганың крандары ашылған кезде судың қысымы түсе бастайды. Солай анықтап алуға болады екен. Мінекей, осыншама шлангілерде тесік бар екен. Осының бәрі бітелді. Кірісі мен шығысы бәрі бітелді. Сонымен судың қысымы құлауын тоқтатты. Ал егер мынандай кейбір коллекторлерде бұндай крандар болмайды. Кірісінде де, шығысында да болмайды. Кейбіреулерінде тек кірісінде немесе шығысында ғана болады. Ондай жағдайда бұл әдіс жарамайды. Ол кезде жаңағы тепловизор деген аспап болады. Соның көмегіне жүгіну керек болып болады. Ал егер мынандай кран болса, онда ешқандай аспапсыз-ақ осындай әдісті қолданып, қай біздің шлангамызда тесік барын осылай анықтауға болады. Ролик пайдалы болса, лайк басып, пікір жазып, таныстармен бөлісіп кетеміз. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.